Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айман. Бүгін сіздерге өте қарапайым бауырсақтардың рецептін ұсынамын. Үйде бар заттарды қолдандым, яғни айран, сүт, сұрауға бітейін деп тұрған дүниелерді қолдандым. Ең алдымен сүт, үстінен қант, шамалы тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сухий дрожжи қосамын мен. Жақсылап араластырамын. Ерітілген сары май қосамыз. Араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз, ал енді үстінен айран қосамыз. Примерно жобамен үйде қалған айран, примерно бір 200 мл айран. Қант қостым, тәттірек болсын деп, өйткені балалар жақсы көреді. Шамалдап ұн қосамын. Ұнды бірден салмаймыз. Шамалдан қамырымыз дайын болғанша шамал мөлшерде қосқанымыз жөн. Араластырып отырамын осылай. Онда көп қоспайтын себебім, нанымыз қатты болып кетпеу керек. Нан өте жұмсақ болу керек. Булочкаларға жасайтын қамыр тәрізді болады. Дәмі өте жұмсақ болып шығады. Мына қамырымыз дайын болды. Бетіне сұйық май жағып, қамырымызды қойып қоямыз. 1,5-2 сағатқа. Қамырымыз көтерілді. Мына жақта ерке балам отыр, шыдай алмай. Қамырды басып қойдым. Ал енді нанымызды 2 бөлікке бөліп илейміз. Мен өзіме жұқа қып істеген жақсы көремін негізі. Осылай бауырсағымызды ойып алдық. Ал қызып тұрған пешке саламыз бауырсағымызды. Мен пешім қатты қызып тұрғандықтан бауырсақтарым тез күйіп жатыр. Шамалы отты баяулату керек. Пештің қызуын осылай қызартып пісіріп аламыз. Мен негізі бауырсақтың қызыл болып шыққанын жақсы көремін. Ақ бауырсақ қалғанда қызыл бауырсақтар дәмдірек сияқты, мен ойымша. Осылай қызартып пісіргенін атамын. Ал бауырсақтарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, қамыр да өте жұмсақ. Булочкалардың қамыр сияқты. Жасап көріңіздер, балаларға күшті. Шай ішуге де өте тәтті, дәмді болады. Өйткені қант көп қостым, байқаңыздар. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк, комментарий күтемін. Сіздермен бірге болған Айман. Ас болсын. Өте жұмсақ, керемет бауырсақтар.